Сәлем достар, байланыста жұмбақ әлем. Біріккен Араб Әмірліктері байлықтың эталоны ретінде танылған ел. Сонымен бірге бұл елдің орналасқан жері экономикалық тұрғыдан дамуға ыңғайлы болды деуге келмейді. Сонда олар осынша жетістіктерге қалай жетті? Бүгінгі шығарылымда айтатын боламыз. Ең таңғалыштысы 20 ғасырдың 70 жылдарына дейін аймақтағы озық жастар университеттік диплом алу үшін Пәкістан жағалауындағы Карачи қаласына барып оқыған екен. Бүгінде бәрі керісінше. Пәкістандықтар мен басқа да жақын маңдағы мемлекеттің жастары әмірлікте оқуды армандайды. 50 жылда Біріккен Араб Әмірліктері шөлді мекеннен әлемдегі ең бай мемлекеттердің біріне айналды. 2022 жылғы статистикаға сәйкес әмірліктердің әрбір 10-шы тұрғыны миллионер болып табылады. Ал жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім $78,000 құрайды. Бүгінгі таңда әмірліктер әлемдегі ең тартымды туристік бағыт болып табылады және жүзеге асырған инновациялық жобалары бүкіл әлемге белгілі. Болашақ әмірліктердің алғашқы қалалары Дубай, Шарджа және Фуджейра 7 ғасырда пайда болды. 15 ғасырға дейін олар өздерін көбіне інжу саудасы мен балық аулау арқылы қамтамасыз етті. 15 ғасырдың аяғында Португалия Парсы шығанағының жағасына орнықты. Шапқыншылықтың нәтижесінде араб сауда бағыттары құлдырап, аймақтық шиеленістер өсе түсті. Португалия аймақтан шығарылғаннан кейін қарақшылар жергілікті және еуропалық маңызды су жолдарын иемденді. Нәтижесінде әмірліктер орналасқан аумақтың бір бөлігі қарақшылар жағалауы деп аталды. Сауда кемелерін қорғау үшін, сондай-ақ Парсы шығанағын бақылауға алу үшін Ұлыбритания 1820 жылға дейін араб әмірлерімен бірнеше келісімшарттар жасап, оларды қорғауды қамтамасыз етті. Ал әмірліктер Британия империясына жер беру туралы келісімдерге қол қойды. Ғасырдың ортасына қарай қазіргі әмірліктердің аумағы шарттық оман деп аталды. 20 ғасырдың басында Жапонияда қымбат минералды жасанды өсіру технологиясы пайда болған кезде жергілікті інжу маржан саудасы құлдырай бастады. 1930 жылдардың аяғында Абу-Даби аумағында мұнай барлау жұмыстары басталды. Ал 20 жылдан кейін бұл аймақ көптеген шетелдік инвесторларды тартты. Алайда пайданың көп бөлігі әртүрлі мұнай корпорацияларына кетіп отырды. 1971 жылға қарай Ұлыбритания саяси және қаржылық жағынан да алыс аумақтарды бақылауды қамтамасыз ете алмады және келісімшарттық оманнан кету туралы шешім қабылдады. 1972 жылы 2 желтоқсанда 6 әмірлік Абу-Даби, Аджман, Дубай, Ум-эль-Кайвейн, Фуджейра және Шарджа өздерінің тәуелсіздігін жариялады. Ал 7-ші әмірлік Рас-эль-Хайма оларға ақпан айында қосылды. Осылайша олар Біріккен Араб Әмірліктері деген атқа ие болды. Шын мәнінде әмірліктердің өркендеуі ең алдымен Әбу-Даби әмірі Заид ибн Сұлтан әл-Нахаянның арқасы болды. Олар таяу шығыстағы тұрақсыз жағдайларға қарамастан, алғашқы 30 жылда өркендеуге қол жеткізді. Өзінің алғашқы 10 жылдығында жаңа мемлекет мұнайдың орасан зор қорлары мен 73 жылғы мұнай дағдарысына байланысты ресурстың әлемдік бағасының айтарлықтай өсуі есебінен байлыққа қол жеткізді. Өнеркәсіптің дамуымен қатар әлеуметтік қамтамасыз етуге үлкен көңіл бөлінді. Мысалға, федералды ауруханалар ашылып, денсаулық сақтау орталықтары мен университеттер құрылды. Халыққа жұмыс орындары қамтамасыз етіліп, жер учаскелері тегін бөлінді. 1973 жылы ұлттық ақша бірлігі мен орталық банк пайда болды. Сол кезеңде әмірліктер көлік инфрақұрылымын, қала құрылысы мен телекоммуникация секторын дамыту қажеттілігін түсініп, жұмысқа алғашқы шетелдік мамандарды тарта бастады. 1982 жылы Абу-Даби халықаралық әуежайы салынды. 1980 жылдардың басында Дубай алюминий компаниясы мен халықаралық мұнай инвестициялық компаниясының құрылуы еңбек нарығында революция болды. 1990 жылдары әмірлік үкіметі жергілікті білікті кадрлардың жетіспеушілігіне байланысты білім беру секторына көңіл бөле бастады. Осылайша авиациялық колледж, Шарджа университеті және Ибн Заид университеті сияқты білім беру мекемелері пайда болды. 1997 жылы әмірліктердің тұңғыш президенті New York Times газетіне берген сұхбатында біз халқымыздың өз тілектерін ашық білдірулері керек деп санаймыз. Біз еліміздің әрбір тұрғынның пікірін тыңдауға дайынбыз деген екен. Өнеркәсіп, құрылыс, телекоммуникация, көлік және инфрақұрылым секторларына салынған инвестициялардың арқасында әмірліктер табысы шикізат экономикасынан да асып кетті. 2000 жылдардың басында Дубайдың экономикалық даму басқармасы орта және шағын бизнесті қолдау үшін арнайы бөлім құрды. Жоспар бойынша алдағы 15 жылда 500-ден астам компания құру көзделді. Әмір Заид мемлекетті дамыту барысында туризмге үлкен үміт артқан.
Уақыт өте келе оның ойлары жүзеге аса бастады. 2022 жылы Dubai TripAdvisor нұсқасы бойынша туристер арасында танымалдылығы бойынша әлемде бірінші орын иеленді, ал ең үздік демалыс орны ретінде жасанды аралдар курорттық мекені танылды. Өткен жарты ғасырда әмірліктердің негізі қаланғаннан бері даму жағынан алдыңғы қатарлы мемлекеттермен теңесті. Өзінің алғашқы жылдарынан бастап осы уақытқа дейін әмірліктердің билігі азаматтардың әл-ауқатын, инвестициялар мен инновацияларды бірінші орынға қояды. Небәрі 50 жыл бұрын бедуиндер қоныстанған ел қазір әлемдегі ең бай елдердің бірі. Бүгінгі таңда Біріккен Араб Әмірліктері бұл өркендеу орталығы болып табылады. Ал мұның бәрі басшының ресурстарды сауатты пайдалана алудың нәтижесі болып отыр. Бүгінге айтарым осы. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Ал сіздер каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.